Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін біз осындай дәмді пирог дайындаймыз. Итальянский пирог деп аталады, немесе 12 қасық деп. Таразысы жасалады. Құрамына барлық зат 12 қасықтан қосылады. Өте оңай, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Балаларға да жақсы ұнайды. Өте жұмсақ болып шығады. Арнамды қолдап, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге ол үшін 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Содан кейін тұз қосып, кішкене 12 қасық қант саламыз. Ыдысымыз құрғақ, таза болу керек. 12 қасық қант салып, осылай миксерлейміз. Осылай ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Осындай аппақ болып жақсы көпіреді. Содан кейін 12 қасық сүт қосамыз. 12 қасық сұйық май қосамыз. Жақсылап тағы миксерлейміз. Содан кейін 12 қасық осылай толтырып ұн қосамыз. Ұнды осылай толтырып аламыз қасықпен. Жақсылап електен өткіземіз. 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырып, осылай қосып аламыз. Содан кейін осылай күрекшемен астыдан жоғары қарай 1 келкі ұнның бәрі араласқанша араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Осылай 1 келкі масса болған кезде формамызға сала береміз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Менде форма диаметрі 23 см. Астында пергамент қағазы. Жан жағын сары маймен майладым. Осылай ауасын шығарып аламыз кішкене. Содан кейін 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Осылай сеткада суытып аламыз. Өте жұмсақ, дәмді, жақсы көтеріледі. Бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Ең оңай жолы осы қант ұнтағын осылай сеуіп қойсаңыздар, әрі тез, әрі әдемі көрінеді. Осылай кескен кезде өте жұмсақ, іші жақсы пісіп шығады. Оңай рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Не осылай іші өте керемет, құрғақ емес, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Арнамды қолдап, тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер қуанышты боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.